Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, дәмді болып шығатын, үй жағдайында дайындалатын нанды бірге дайындайтын боламыз. Егер де сіз осы рецептпен дайындайтын болсаңыз, ешқашанда магазиннен сатып алмайтын боласыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге қажет заттар: ұн, су, дрожжи және де сұйық май, тұз қажет болады. Ең бірінші ұнымыздың үстіне сұйық майымызды құямыз. Одан кейін қажетті мөлшерде дрожжимызды саламыз. Жылы суымыздың үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Жылы суымызды ұнымыздың үстіне құйып, жұп-жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Барынша қамырыңыз жұмсақ болған сайын, наныңыз үлпілдеп жұп-жұмсақ болып пісетін болады. Нанымызды толығымен жұп-жұмсақ қылып билеп алған соң, үстінен қолымызды суға салып, тағы да бір-екі рет басып жібересіздер. Нанымызды жақсылап билеп болған соң, бетін жауып, жылы жерге 1 сағат немесе 1,5 сағатқа қойып қоясыздар. Міне біздің қамырымыз 1 сағатта толығымен көтерілді. Ендігі кезекте қолымызды майға матырып, тағы да 1-2 рет басып, тағы да көтеруге қойып қоямыз. Барынша жақсы көтерілсе, тестамыз өте жұмсақ болып шығатын болады. Міне біздің тестамыз көтерілді. Енді тестамызды бірнеше бөліктерге бөліп қоятын боламыз. Қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп болған соң, бетін жылылап 5 минутқа жауып қоясыздар. Қамырымыз көтерілген кезде үстінен қолымызды суға матырып, тағы да басып аласыздар. Наныңыздың бетін қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Дайын болған нанымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің дәмді нанымыз дайын болды. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.